прямой эфирде дейді ғой. Бастай берем ба? Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Альхамдулиллахи раббил аламин. Ассалату вассаламу аля сайидина Мухаммад ва аля алихи ва асхабихи аджмаин. Амин. Альхамдулиллахи раббил аламин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Құрметті көрермен, Алла Тағала ұстап жатқан оразаларыңызды қабыл қылсын. Рамазан айын ойдағыдай, Алланың өзі қалағандай, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның, оның сахабалары ұстағандай оразалардың дәрежесінде иншалла қабыл етсін. Бізді хакики құлдарынан қылдырсын. Қиямет күні пайғамбарымыз Мұхаммад саллаллаху алейхи вассаламның шафағатына лайық үмметінен қылдырсын. Өмір өтеді де кетеді. Мысалы 30 күн ораза осыменен өтіп кетті. Бүкіл оның қиыншылықтарыменен, әртүрлі имтихандарыменен өтті кетті. Бірақ өтті, енді осы Рамазан айы, осы өткен ай сіздің қиямет күні сіздің жағыңызға сізге куәгер болады. Сіздің плюсыңыз болады. Мысалы, мұсылман бола тұрып адам ораза егер ұстамаса, жопыны маңызды емес деп есептесе, ол да ай, ол үшінде өтіп кетті, ұстамаған адам үшінде өтіп кетті. Ол мүмкін қиналған жоқ, сыртқы көзге қарағанда, қалаған уақытында ішті, қалаған уақытында жеді, бірақ ол да өтіп кетті. Ертең бұл ай оған қарсы куәгер болады. Алла сақтасын, келесі жылы ондай адамдарға ораза ұстауға нәсіп етсін. Тура сол секілді бұл өмірде өтіп кетеді бір күні. Аллах барлықтеріңізге ұзын өмір берсін, бірақ бұл өмірде өтіп кетеді. Бүкіл өміріміз. Қанша қалды дейсің? Біреудің жасы 50 болса, оған қанша қалды екен? Біреудің жасы 25 болса, оған қанша қалды екен? Біреудің жасы 15-те болса, оған қанша қалды екен? Біреудің жасы 80-де болса, оған қанша қалды екен? Аллах жақсы біледі оны. Алла ұзын өмір берсін. Ол жай ғана өміріміз ұзын болмасын, сапалы болсын ол өміріміз. Ертең өкінбейтіндей дәрежеде. Қандай болса, ондай болсын, ол өмір өтеді де кетеді. Ертең өтіп кеткеннен кейін бүкіл сіздің қиналғандарыңыз осы өмірде бір қайырлы нәрсе істеймін деп, нәпсіңізді тыйып, қалаған кейбір нәрселеріңізді істемей, істеу керек нәрселерді істеп, онда осы өміріңіздің барлығы сізге ертең сіздің жақта болады, сізге куәгер болады. Енді өмірді қалай сүріп өтеміз? Негізгі самый качественный өмір қандай болады деген бізге бір үлгі болса жақсы ғой, бізге бір үлгі керек. Бұл үлгілер пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтқандай, мені сахабаларым жұлдыздар секілді, әрқайсысының соңынан ересеңіздер тура жолды табасыздар. Яғни жұлдыз деп мысал келтіреді. Бұрынғы заманның адамдары әсіресе, енді қазіргі заманда навигатор бар, тугейс бар, анау бар, мынау бар. Бұрынғы заманда ондай навигаторлар болмаған. Әрбір адам теңізде болсын, далада болсын, ориентировканы жұлдыздарға жасайтын, сол жұлдыздар арқылы жол тауып адаспай өтетін. Тура сол секілді бұл өмір деген теңізде, бұл өмір деген далада біздің бара жатқан бір жеріміз бар, адаспай тура өтуіміз керек. Сол үшін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам не деді? Менің сахабаларым әрқайсысы бір жұлдыз секілді. Өйткені сахабалар көп білесіздер, 120 мыңға таяу сахаба бар, одан да көп шығар. Енді жоқ дегенде осыншама. Әрқайсының өмірбаяны, әрқайсының жеке өзінің тұлғасы әрбір адамға бір мысал, бір үлгі боларлықтай. Сіздің мінезіңізге қарай, мысалы, мына сахаба сізге жақын болуы мүмкін мінезімен, міне ол кісі қалай өмір сүрді, соның өмірін байқасаңыз, соған бір үлгі тұтсаңыз, өйткені ол пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламнан сұхбат алған адамдар. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам арқылы олар жаңағы дінді қабылдағандар, олар сахаба болады. Сахаба деген, яғни пайғамбарды көрген, пайғамбармен сұхбаттасқан, сол заманда өмір сүрсе де, бірақ пайғамбарды көрмесе, онымен сұхбаттаспаса, ол сахаба бола алмайды. Бірақ соның замандасы бір қызығы осы. Яғни пайғамбарды көру деген ол қандай нығмет, пайғамбармен сұхбаттасу ол қандай нығмет. Бірақ соны көріп тұрып, сонымен сұхбаттасып жүріп, кейбіреулер дінді қабылдамай кеткен қандай қасірет. Алла Тағала ондайдан болудан сақтасын біздің елімізді, жалпы адамдарды. Енді 30 күн бойы, 29 күн бойы сіздерге әртүрлі ұстаздар, имамдар, сахабалар туралы айтты, әртүрлі. Енді сахабалар көп айттық қой, оның бәрін айтып бітіре алмайсың. Мен бүгін бір резюме секілді жалпы сахабалардың сипатын шамамыз келгенше лайық болмасақ та айтуға тырысамыз. Енді
болмасам да ұқсап бақ дейді ғой. Енді қараңыздар, Молла Жами деген кісі болған, білетін шығарсыздар. Молла Жами деген үлкен ғалым, үлкен бір әулие кісі болған. Сонан да айтқан сөзі бар екен. Асхабы кеф дегенді естіген шығарсыздар, білесіздер. Мынау пещерада ұйықтап қалған 6 ма 7 ма бір жас жігіт бар. Солардың иті болады. Соның иті Китмир деп айтылады, солардың иттері. Сол Молла Жами айтады екен. Енді хадистерде келеді, дінімізде айтылады, что ол ит, жаңағы Китмир деген ит, сондай асхабы кефтің, солардың иті болған үшін ертең жәннатқа кіреді деген. Сол Молла Жами айтқан екен, қалайша асхабы кефтің иті соларға ит болып жәннатқа кірсе деді. Мен сенің, я Расулаллах, сахабаларының иті болып жәннатқа кірмеймін ба деген екенді. Бұл қандай дәрежеде? Бұлар сахабалардың мақамын түсінген адамдар, өздері үлкен ғалым әулие болса, өздерін о дәрежеде солармен салыстырғанда төмендеткен, мен сенің сахабаларының итін болып жәннатқа кірмеймін ба деген. Тура сол ғалым секілді айтқан, тағы да басқа адамдар жетеді. Кейін енді осылай айтқан, сол кісімен келіскен бұлайша айтқанда. Енді сахабалардың енді фазилеттерін айтатын болсақ, енді Құранды айтып кетеді ғой ол туралы. Мысалы Фатх сүресінде де бар. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Мухаммаду Расулуллах аллазина мағаху ашиддау алил куфару хамау байнахум тарахум руккаған суджада. Садақаллахул ғазим. Бұл қысқа сол Фатх сүресінің аяттар. Не дейді Алла Тағала? Мухаммад Расулаллах, мен ант етемін, куәгер ретінде мен жеткіліктімін деп Алла Тағала айтып отыр да. Мұхаммед пайғамбар Мұхаммед саллаллаху алейхи ва саллям, ол Расулаллах. Аллазина мағаху, ал омен бірге болғандар, ашиддау алал куфар, күпірлікке қарсы, жамандыққа қарсы, өтірікке қарсы, әртүрлі азғындыққа қарсы ешқашан одан жеңілмейтін, оны жеңуге тырысатын, түбінде жеңетін, сондай шиддетлі түрде, өте қатты түрде, қатаң түрде бұмен өлгенше көрісіп кететін, олар сондай дейді. Ашиддау алал куфар, рухамау байнахум, мұсылмандарға өте жұмсақ, мұсылмандарға өте мейірімді, мұсылмандарға өте кішіпейілі мұсылмандармен ешқашан бір қатыгездік көрсетпейді мұсылманға, мұсылмандылыққа, жақсылыққа. Мына осындай адамдар олар әрдайым рукух пен сәждеде дейді. Әрдайым бұлар рукух пен сәждеде. Яғни пайғамбардың сахабаларының сипаттап жатыр. Әлләзинама, омен біргелер. Кім омен бірге? Яғни бізді сахаба болмасақ та мұсылман болғандықтан оны сүннетімен жүрміз деп ниет еткендіктен біз де омен біргеміз демек, бізге де ондай сипаттар керек. Енді қараңыздар, бір адам спортпен айналысса, спорттың да түрлері көп қой, мысалы бокспен айналысса, любой адам, бокспен айналысқан адам, видеодан, ютубтан, басқа жерден қандай роликтер көреді? Кімдерді көреді? Кімнен үлгі алғысы алады? Кімдей болғысы келеді жаңағы боксер, жас жігіт? Кімді? Мұхаммед Али, Формен, Тайсон, Холифилд дегендей аттар аңызға айналған әйгілі боксерлар, енді максимально енді ең күштілері осыларда. Яғни боксер болам деген адам сол максимально ең күшті сол бокстағы аты шыққан, аты жер жарған чемпиондар, трехкратный, четырехкратный, бәленкратный чемпиондар, солардан мысалы құрып кеткенде, Головкин дегендей, ол құрып кеткенде, бірақ максимально соны алу керек. Любой бокспен айналысқан адам, ол солардай үлгі тұту керек, солардай болуға тырысу керек. Тура сол секілді басқа вид спорттан алып, мысалы шахматпен айналысқан адам, ол кімнің опытын изучать ету керек, кімді полностью тануға тырысу керек. Әрине жаңағы Каспаров, кезіндегі Фишер деген үлкен чемпиондар болған, Карпов, орыстардың ішінен шыққан Советский Союзда, сосын американецтердің де Капабланка деген өте ұлы сол чемпион миралар бәленкратный болған шахматисттер, өте бастар қатты жұмыс істейтін. Міне, яғни шахматпен айналысқан адам солардан үлгі алуға тырысады да. Солардың секілді болғысы келеді. Енді сіз бизнеспен айналысқан адам, енді бәрі біледі, қазір тренингтерға барып, тарихта өткен миллионерлер, миллиардерлер жаңағындай. Қай салада олар қалай байыды, немен айналысты, баю үшін не істеді, өмірлік программасы қандай болды ол, анау
бар ғой неше түрлі қазір коучтар бар ғой, Кийосаки дей ма, тағы басқа дей ма, тағы басқа дей ма, кто хочет стать там богатым, триллионер деген де темалар бар. Міне байығысы келген адамдар не істеу керек? Жаңағы байыған адамдардан үлгі алып, ең байларды өзіне бір тұтып, былайша айтқанда, олардың өмірбаянын зерттеп, соларға ұқсап, сол аналогия жасап, былайша айтқанда, қияс жасап, тарихта өткен небір миллиардерлер бар ғой, Америкада болсын, басқа жақта болсын, Орта Азияда болсын, Қытайда болсын, әлі де тірілері бар, сонда жаңағы небірлері бар ғой, жаңағы. Міне қараңыздар, енді әнші болған адам білесіздер енді кімдерден үлгі алады екен. Енді мұсылман болған адам, біз мұсылманбыз, альхамдулилля. Біз кімнен үлгі алуымыз керек? Мысалы, біз сонда бір кәкір-шүкір наполовину мұсылман болуымыз керек пе? Әлде максимально Алланың жаңағындай разылығын алатындай дәрежеге жету үшін бізге үлгі кім болады? Әрине, сол Алланың разылығына жеткен, Құранменен мақталған, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның талай рет мақтаған, міне осылар жұлдыздар секілді. Бұлардың соңдарынан ерісіңдер, ешқашан да адаспайсыңдар. Осылар секілді болсаңыздар, осыларды өмірбаяндарын зерттесеңіздер, тек қана бір қысса ретінде әңгіме қылушы емес, ертең бір жерде айтып отыратындай, осы жерде де айтып қысса болмау керек, ол реальный ертең өзімізге амал жасайтындай дәрежеде өзімізге бір үлгі болу керек. Бұл әрине сахабалар, бірақ сахабалардың өмірбаяндарын оқысаңыздар, бір ауыр болып кетеді, біраз қарасаңыз. Кеше енді 29 күн тыңдап келдіңіздер ғой, сенде оны бола аласыздар ма олай? Ауыр болып кетеді, настроениең түсіп қалады, былайша айтқанда, мәссаған, олар қандай болған, мыналар қандай болған дегендей. Осы қараңыздар. Бірақ сол сахабалар қараңыздар. Енді Омарларды білесіздер, Абу Бакр радиаллаху анху алейхи мәжмәин білесіздер, жәннатпен сүйіншілеген сахабалар тағы басқа. Тағы да танылмай қалған сахабалар бар. Жалпы 124 мың сахаба болса, оның ішінде 10 мың сахаба туралы кітап жазылған екен примерно. Жазылса егер 10 мың, сонда 110 мың сахабалардың аттары да белгісіз, дүниеден өтіп кеткен, дүниенің төрт бұрышына жан-жаққа тарап кетіп, танылмай қалған сахабалар да бар. Бірақ бәрі де Алланың алдында олар өздерінің мақамы, өздерінің дәрежесі бар. Мысалы біз сахабалар туралы айтқанда, Хазіреті Омар десек, радиаллаху анху деген сөзді обязательно қосамыз. Қай бір сахабаның атын айтқанда, ол сөзді қосу керек. Оның мағынасы қандай? Мысалы, обычно, оның мағынасы қандай екен? Радиаллаху анху деген. Біз енді обычно Алла разы болсын деп перевод жасаймыз ғой. Біз обычно пусть доволен будет тобой Аллах деген мағынада түсінеміз. Онда біз бірімізге етіп айта аламыз ба? Радиаллаху анху деп. Енді получается қазақша айтып жүрсек, орысша айтып жүрсек, демек айта аламыз, демек айтып жүрміз. Сонда бізде олардың дәрежесіндегі адамымыз бар, радиаллаху анху, біздің тірлігіміз, өміріміз қалай сонда? Оларға сәйкес келе ме? Демек онда айтпау керек па деген секілді ғой. Негізі радиаллаху анху деген мағынасы ол тек қана Алла олардан разы болсын деген мағына емес негізінде. Мысалы Құран аяттарында өтеді, бисмиллахир-рахманир-рахим, радиаллаху анху ва раду анху залика лиман хашия рабба. Не деген сөз? Алланы өзі айтып отыр. Олар менен разы болды дейді. Олар Алладан разы болды. Яғни сахабалардың сипаты, жалпы бүкіл сахабалардың сипаты, дін исламды қабылдағаннан кейін, пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи вассаламның мойындағаннан кейін не істеді? Олар дәдева оны мойындады. Олар бүкіл жаңа қиыншылыққа разы болды. То есть дүниесін бұл жолда беруге разы болды. Өмірін тіпті фида етуге разы болды. Рахат өмірін, мақамын, атағын, мансабын, ақшасын, мысалы Мусхаб бин Умейр радиаллаху анху алайықта. Мусхаб бин Умейр білесіздер, Меккедегі өте бір бай адамдардың балалары. Біздің современный тілмен айтқанда мажорик дейді ғой, байдың балалары бар, не бар, Ламборджини мені бап, көшеде жүреді ғой, олигархтың балалары, әкімнің балалары, жаңағындай Феррари мені бап, Геленваген мені бап, тойларда сигнал етіп, көшені пробка қылдыртып, мылтық атып дегендей. Сол секілді Алла сақтасын, Мусхаб бин Умейр, яғни исламға дейін осындай бір байдың баласы, екі көлекті, яғни киімді екінші рет қайталап кимеген, практически сондай қымбат парфюмерия қолданған. Ол қазіргі заманда қазір парфюмерный дүкендер бар ғой, бірақ ана французский дом дешмеді, французский парфюмерлер қазір де қымбат. Қазір енді логистика жеңіл ғой, мысалы қазір самолетпен алып келеді, Франциядан ба қай жақтан. Ол замандарда ойлаңызшы, жаңағындай мискілерді
каравандармен жылдап кетеді. Бір 2 жылда бір рет поставкалар болып жатады шығар, жаңағындай поставкалар. Сіз ойлаңыз, олар өте қымбат, біздің қымбат деп тұрғанымыздан да қымбат болады. Бірақ сондай парфюмерия қолданған, әрдайым хош иіс шығып жүрген, сондай бір жас жігіт еді. Бірақ қалай ислам дінін қабылдайды, қалай пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи вассалам соңынан ереді, ата-анасы оған шарт қояды. Қандай шарт? Балам дейді, сен діннен басыңды тартпасаң, сені бүкіл, өйткені ол жас жігіт қой, әлі өзі ақша тауып отқан жоқ, ол әке-шешесінің жаңағы қамқорлығында жүрген адам. Сен басыңды тартпасаң Мұхаммедтен саллаллаху алейхи вассалам, исламнан, онда саған бір тиын бермейміз одан былай. Үстіндегі бүкіл киіміңді шеш, ана парфюмерияның бәрін тапсыр, полностью кет, жоғал, құры дейді. Ол не істейді? Кешіріңдер, ата-анам, сендерге Алла разы болсын, бірақ мен ислам жолында, пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи вассалам жолында деп, пайғамбардың соңынан кетеді. Пайғамбар оны 18 жасында. Яғни, ода стоял выбор. Ол түсініп тұр ғой, қазір егер ата-анасын айтпаса, ол одан жаңағы дін исламда қалса, онда не болады? Полный жалаңаш қалады практически. Жаңағы ескі киімменен, біздің өлшемдермен айтқанда, секонд хандтың киімменен, мысалы сізді бір жас жігітті, бір жас қызды үйінен қуып шықса ата-анасы, бүкіл киімдерін алып қойса, қымбат жаңа алып берген. Сіз не істейсіз? Қалған бір стипендияңызға қайдан аласыз киімді барып? Дешевый, арзан деген китайский дүкен бар ғой. Или содан барып аласыз, или ода ақшан жетпесе, онда секонд хандтан барып аласыз. Примерно солай. Міне сөйтіп, Мусхаб бен Умейрді радиаллаху анхуды пайғамбарымыз Мединаға жібереді. Мединаға ең алғашқы кеткен мұсылмандардан дін тарату мақсатында 1 жылдан кейін 70 адамды ертіп алып келеді. Соңынан бұл не деген харизма, бұл не деген жаңағындай қабілет, оны Алла жақсы біледі. Яғни бүкіл жаңағы қиыншылықтарға, жалаң аяқ кетуге, жаяу Мединаға 500 километр жараменен разы болған адам. Яғни Алланың жолында неден айырылса, соған разы болған, ол ренжімеген. Мен қайдан ғана дінге кіріп кетіп ем, бекер, что-то поторопился дегендей, попал дегендей, қиналып қалдым, мені түрмеге жауып жатыр, үйтіп жатыр, бүйтіп жатыр, ондайлар да болады ғой. Дін қабылдаған үшін қаншама сахабаларды кезінде өлтірді, сол үшін қайт деді. Билал радиаллаху анху қалай қинады, басқаларды қалай қинады, өлтірді. Егер қайттым, бас тарттым десе, оларға нормальный өмір сүретін еді. Кешегіндей қайтадан рахат, жейтіні бар, ішетіні бар. Бірақ Алла сақтасын, имансыз бұл дүниеден өтетін еді. Енді Абу Бакр Сиддиқ радиаллаху анху келейік. Ол Меккеде ең бай адамдардың бірі еді. Қалай дінге кірді, қалай исламға кірді. Пайғамбарымыз талай рет ақша жинаған, ақша керек деген, Алланың жолында дін тарату мақсатында бізге ақша керек, жихадқа ақша керек, ақша келіңдер, кім қанша ақша келіледі, дүние әкеліледі деп шақырады ғой пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам сахабаларды. Яғни ол зекеттен бөлек, ол жай бір пітір садақадан бөлек нәрселер. Зекет самасы бар, жылына бір рет беріледі, оны любой мұсылман береді. Жағдайы бар мұсылман зекет беруге парыз болған мұсылман. Бірақ та бұл экстренный нелер, срочно осындай ақша керек болып жатыр. Срочно осындай бір жағдай болып қалды. Бір тайпа келіп дінді қабылдап жатыр. Олар сендірі шыққан кедей тайпа екен, полностью жаңағы тайпаның өзі кедей, бар ғой хабарлар. Қойын терісін, еленбеген терісін киікпеген 40 градус жарада терлеген, үстерінен неше түрлі иіс шығады, аш, жалаңаш практически. Пайғамбар оларды көріп жылайды, саллаллаху алейхи вассалам. Әкеліңдер, кімде не бар, әкеліңдер, берейік мыналарға, көмектесейік мыналарға дегенде, пайғамбар сондай жағдайларда не істейді? Солай шақырып ақша сұраған. Сол кезде Абу Бакр осындай бір неде, осындай бір призывта не істейді? Үйінен бүкіл дүниесін әкеледі. Бар дүниесі полностью бір тиын алдырмай әкеп пайғамбарға тапсырады, саллаллаху алейхи вассалам. Пайғамбар не дейді? Абу Бакр, ей радиаллаху анху, үйінде бірдеме қалдырдым ба дегенде, ол не дейді? Үйде Алла менен пайғамбардың есімін қалдырдым дейді. Яғни Абу Бакр өйтіп айта алады. Хазірет Омар да айтады ғой, пайғамбарымыз әкел деп айтқанда, міне енді мен Абу Бакрдан радиаллаху анху озатын жағдай келді. Міне енді бүгін озам, әйтеуір постоянно, өйткені Абу Бакр алдыда еді, постоянно бәрінен бірінші еді. Қай жағдайда болса да, мен де бардым да дейді, үйге бүкіл дүниемнің тең жартысын алып, тең жартысы қанша дүнием бар, оценить етіп бәрін, үйім ба, малым ба, бәрін, сол тең жартысын пайғамбарымызға әкеп бердім дейді. Пайғамбар айтты, я Омар радиаллаху анху, үйінде бірдеме қалдырдым ба деп сұрады дейді. Сол кезде мен айттым дейді, тең жартысын қалдырдым дейді. Сол кезде Алла разы болсын деді пайғамбар. Бірақ сол кезде Абу Бакр келді дейді, жаңағысын әкеп берді дейді. Абу Бакрдан сұрады дейді,
Я Абу Бакр радиаллаху үйінде бірдеме қалдырдың ба дегенде, Алла менен оның есімін қалдырдым деді. Демек түк қалдырған жоқпын деген сөз ғой. Сол кезде Омар айтады ғой, түсіндім дейді. Мен ешқашан да Абу Бакрдан оза алмаймын. Бірақ Алла разы болсын, Омар да қандай болды? Бәрі бұлар не істесе де бұл жолда қандай қиыншылыққа душар болса да олар разы еді. Сол үшін олар Алладан разы, одан кейін барып Алла олардан разы деген сөз, радиаллаху анху деген сөз, негізі сахабалар туралы осылай айтқанда, біз осы мағынаны түсінуіміз керек. Алла олар Алладан разы болған. Одан кейін барып Алла олардан сама-собой разы болды. Қалай разы болмайды бұндай адамдарға? Хижрет ет деді сахабаларға, білесіздер ғой, Меккеден хижрет етіңдер, кетіңдер, яғни үйлеріңді тастап кетіңдер. Бұл аят кенеттен келді, ешқандай дайындық болған жоқ. Бір жыл бұрын пайғамбарымыз саллаллаху алейхи айтқан жоқ сахабаларға, мұсылмандарға сол кездегі Меккедегі. Давай технично үйлеріңді сата беріңдер, малдарыңды сата беріңдер, ақшаларыңды ауыстырыңдар, білмеймін не істедіңдер. Осы дайындалыңдар, бір жылдан кейін кетеміз деп айтқан жоқ. Аят қалай түсті? Хижрет етіңдер, Меккеден кетіңдер Мединаға. Не үшін кету керек? Біріншіден өмірлерін сақтап қалу, дінді сақтап қалу мақсатында. Егер мұсылмандарды өлтіреміз деген план құрды ғой. Егер олар кетпесе не болады онда? Бәрі өледі. Демек дін де өледі бірге деген сөз. Діннің носительдер, былайша айтқанда, дінді сөзбен емес амалмен жасап жүрген мұсылмандар ғой. Но оларда еще бір вариант болды. Могли бы отказаться, просто діннен бас тартып, қайтадан ескі дініне қайтып, аталарының жаңағы Абу Жахилдер, сол кездегі Абу Суфияндар, әлі мұсылман болған жоқ, басқа мүшриктер қалай олардан талап етіп жатты, осыны істеп қалуға оларға болатын еді ғой. Бір әйел, еркек былай тұрсын, бір әйелдің өзі, бір баланың өзі айтқан жоқ, я Мұхаммед саллаллаху алейхи вассалам, я на такой не подписывался дегендей. Мен ойлаған жоқпын ислам дінін қабылдаймын деп, осындай қиыншылықтарға ұшыраймын деп. Ақырында елімді тастап, отанымды тастап, Қағбаны тастап, жападан жалғыз анау шөл даламенен 500 километр жүру деген, еще погони артынан қуғындар қуып келе жатыр, ұстаса өлтіреді. Осындай халге душар болам деп ойлаған жоқпын. Олай болса мен қалам, олай болса мен қойып бас тарттым діннен деп өкініп қалған жоқ. Қайдан ғана кіріп едім сендердің дініне, қалай кірдім, содан бүкіл проблемаларым басталды деп айтқан жоқ та, мысалы. Біреуді айтқан жоқ. Сол үшін олар не болды? Олар бүкіл халге разы болды. То есть они довольны Аллахом. Аллах доволен ими. Олар Аллаға разы болды, Алла оларға разы болды. Түсіндіңіздер ме? Мына осылай кетті олар. Хазірет Омар да кетті, бәрі кетті. Хазірет Омар открыто кетті, білесіздер ғой. Хазірет Омар радиаллаху анху авторитетный адам еді Меккеде. Бәрі авторитетный еді мұсылмандардың көбісі. Хамза радиаллаху анху аласыз ба, Абу Бакр Сиддиқты аласыз ба, көбісін алыңыз, авторитетный адамдар еді. Егер олар мұсылман болмай тұрып та авторитетный адамдар еді. Олар нормально жили, орысша айтқанда. Жақсы өмір сүрген Меккеде. Омар радиаллаху өте беделді адам болған. Мысалы, енді ол қалып қойып, сол зачем беделінен айырылып, танымайтын елге, танымайтын басқа бір қалаға ылғи еврейлер тұрып атқан, христиандар тұрып атқан, мушриктер тұрып атқан. Ол кезде Медина сондай қала еді. Ясриб еді аты. Ясриб деген қалаға бару керек. Былайша айтқанда, бүкіл рынокты сол кезде Мединада контролирует, бүкіл финансовый системаны контролирует кімдер? Еврейлер ол кезде. Христиандар бар, арабтың жаңағы яхудилер, одан кейін мушриктер көпшілігі, яғни жаңағы Аллаға сенбейтін. Одан кейін Мусхаб бен Умейр радиаллаху анху барған, себепкер болған бір 70 семья мұсылман бар. Енді ол 70 семья мұсылман жалпы сол кездегі Мединаның халқына салыстырғанда ол 1% бекен, одан да аз бекен. Былайша айтқанда бір диаспора секілді, қазіргі заманда айтады ғой, мусульманская диаспора в Америке дегендей, мусульманская диаспора в Германии дегендей, бұл мағынаға келеді. Мысалы, бірақ сол жаққа көшті. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам Хазірет Омардың радиаллаху анху құлағына сыбырлаған жоқ: Омар, мен саған отвечаю, ертең барғаннан кейін сен амир аль-муминин боласың, сен до того дәрежең өсет, атын қияметке дейін сақталып қалады. 100 справедливых правителей деп анкета тест жасағанда Европа Американ адамы сен бірінші орында тұрасың деп пайғамбар сондай хабар берген жоқ оған. Просто кету керек деді. Алла кет деп жатыр. Дүниемізді не істейміз, малдарымызды не істейміз, үйімізді не істейміз дегенде, не істегенде қалдырасыңдар енді сендер кезде. Үйлеріңді сатып жүрмейсіңдер ғой. Кім сатып алады сенен үйіңді? Қалдырасыңдар, болды.
бәрін қалдырды. Мынасыңдар ма? Кейбіреулері бала шағасын қалдырып кетуге мәжбүр болды. Кейбіреулері. Мысалы ойлаңыз. Өйткені дінді сақтап қалу үшін хижрет ету керек болды. Бұл хижрет сол заманның бір үлкен Алланың жолындағы жихады еді. Олар осындайға келісіп, осыған сабыр қылып, осыған разы болып, жай ғана келіскен жоқ, не просто согласился, не просто орысша айтқанда смирился, енді деваться некуда вариант жоқ дегендей, а просто разы болып, Алланың жолында не істеу керек? Алланың жолында өлу керек па? Өлейік. Алланың жолында дүниені беру керек па? Берейік. Алланың жолында көшу керек па? Елінді тастап көшейік деді да көшіп кетті. Көшті. Хазірет Омар ашық көшті. Басқалары жасырын көшті. Түнде басқа уақыттарда Хазірет Омар ашық көшті. Ашық кетіп бара жатып айғайлап Меккенің көшесінде бүйтіп айтты, білесіздер. Мен Хаттабул Омармын. Мен кетіп бара жатырмын Меккеден Мединаға. Кім баласын жетім қалдырғысы келсе, кім әйелін жесір қалдырғысы келсе, келіп менің қарсы алдыма шығып тоқтатсын мені деп айтты. Бірақ ешкім шыққан жоқ, ешкім тоқтатқан жоқ. Бәлкім жесір қалдырғысы келмеді, бәлкім жетім қалдырғысы келмеді. И правильно сделали, повезло дейді ғой. Енді қараңыздар, міне Омар осындай авторитетті адам еді, бірақ разы болып бәрін тастап кетті. Кейіннен білесіздер, расында да үлкен әмірге жетті, үлкен авторитетке жетті. Хотя ол оны Омар радиалlahu бір авторитет, бір әмір деп санамады, білесіздер ғой. Бүкіл исламның халифасы болды, пайғамбарымыздың екінші халифасы Абу Бәкірден кейін. Именно Омардың заманында Персия құлады. Именно Омардың заманында Византияның жарты салынды. Именно Омар радиалlahu анхудың заманында осыншама мұсылмандардың саны көбейіп, Омарға әмир мүминин деген мұсылмандардың әміршісі деген лақап тағылып, осылай дүниеден өтті. Дүниеден өтіп бара жатқанда айтты ғой, сіздің балаңыз Абдулланы қалдырайық сіздің орныңызға дегенде ол не деді? Бір үйден бір құрбан жетеді деді. Бір үйден бір құрбан жетеді. Ондай қиыншылыққа, ондай бәлеге мен баламды душар қылдырғым келмейді. Көрдіңіздер ме? Сахабалар дінді қалай түсінген, ақыретті қалай түсінген, иманды қалай түсінген, дүнияны қалай түсінген, дүниенің орнын қалай білген. Әйтсе баламды қалдырып кетейін орнына, жақсы өмір сүрсін деп ақыретін ойламайды. Кейбір адам қазір заман солай болып кетті ғой. Кейбір адам мұсылман болып жүріп, Алла сақтасын, үлкен жаңағыдай қателіктерге кіреді. Алла бізге хидаят берсін, тура жол берсін, иншалла. Міне қай сахабаны алсаңыздар жұлдыздар секілді. Саид ибн Амир радиаллаху сахабаны естідіңіздер ме? Саид ибн Амир. Көбісі білмейді бұны. Дін оқыған адамдар білетін шығар, бірақ көп адамдар жалпы білмейді. Өйткені бұл мәшһүр сахабалардан емес еді олар. Мәшһүр деген аты шыққан, әйгілі. Мысалы, мәшһүр деген кімдер? Ол жәннатпен сүйіншіленген 10 сахаба, одан да басқа сахабалар, атақты сахабалар, мысалы, еркек болсын, әйел болсын, мәшһүр, мысалы, Айша радиаллаху анха, Хадиша радиаллаху анха, мысалы, Зейнеп бин Жахш радиаллаху анха, Hazreti Omar, Халид ибн Аль-Валид, Амри ибн Аль-Ас, Осман радиаллаху. Бұны бәрі әйгілі, мәшһүр сахабалар, Хусейн радиаллаху, Хасан радиаллаху, бұлар бәрі пайғамбарымыз немерелері көрген, сөйлескен. Мәшһүр сахабалар, бірақ оның жанында жаңағындай мәшһүр емес, танылмаған сахабалар қаншама мыңдаған сахаба бар дейді. Енді олар жаңағы мәшһүр сахабалармен салыстырғанда әрине дейді, мыналар бір күн секілді болса, мыналар бір жұлдыз болып қалады дейді. Сол танылмаған, ешкім даже аты жазылмай кеткен тарихта кейбір сахабалар біздің заманға қазір тіріліп келсе дейді, біздің заманда мұсылман болып өмір сүрсе дейді, оның етегіне жармас еді, Мехди деп, нағыз Мехди сенсің деп бүкіл мұсылмандар етегіне жармас еткен ерекше адамдар еді, сахабалар сондай. Саид ибн Амир мұсылман болады. Хазірет Омардың заманында Хумус деген жерге, Хомс па, әкім қылып жіберіледі, былайша айтқанда, әкім, губернатор, облыс әкімі бізше, тағылай туады. Мысалы, вали дейді арабтар, сонда әкім қылып жібереді. Енді жылда мұсылмандар қажылыққа келеді ғой, қажылық сезоны басталғанда, Хазірет Омар радиаллаху ол кезде патша, ол кезде Амир аль-Муминин, ол да обязательно қажылыққа келеді Меккеге, Мединадан. Сөйтіп бүкіл мұсылмандардың елдерінен, жаңағы Египеттен ба, Ирактан ба, Шамнан ба, басқа жерден ба мұсылмандар келеді. Сол қажылық біткеннен кейін обычно Хазірет Омар
мұсылмандармен біраз сұхбаттар өткізеді, халықтармен кездеседі, әр облыстың, мысалы Ирактың адамдар келіңдер, әкімдеріне разысыңдар ма, әкімдерің қалай билік құрып жатыр, әкімдер не істеп жатыр деп сұрақ сұрайды. Халық жауап жасаса, тағы басқа ұсыныстары болса, әкімдерін шақырып алып, өйткені әкімдер де бірге келеді. Одан жаңағындай былайша айтқанда отчет сұрайды, неге өйтесің, неге бүйтесің дегендей. Сөйтіп, жаңағы Хумус халқы да олардан да сұрайды екен, Хумус халқы, сендер өздерінің әкімдеріне разысыңдар ма дейді да. Сонда айтады екен, жаңағы халықтың көпшілігі, барлығы бір ауыздан, біз енді жалпы разымыз, ол нормальный кісі дегендей, бірақ бір 4 нәрсесі бар, оның бір 4 тірлігі бар, соған біз разы емеспіз дейді. Қандай дейді? Айтыңдар, ол Омар зәреш жатты, жүрегі дүр ете қалады, былайша айтқанда. Қандай сонда мен адам танымағанмын ба? Халық разы болмайтын адамды әкім қылып жібергенмін ба сол жаққа? Демек, ол адам лайықты болмаса, демек мен де лайықты емеспін ғой онда. Сондай адамды ана жаққа жіберіп отырған адам танымай деп, өзі үшін зәреш Омар радиаллаху. Не дейді? Қандай шағымдар бар? Кәне айтыңдар тезірек дейді да. Сол кезде айтқан екен, біз оған 4 претензиямыз бар, 4 түрлі шағымымыз бар. Біріншісі дейді, ол почти таң намаз болсын, жаңа күн шыққанша бізге шықпайды дейді да, халыққа шықпайды. Күн шыққаннан кейін бірақ шығады, яғни қазіргі уақытта бізде мысалы күн қашан шығып жатыр? Сағат 6-та шыға ма күн? 6:30-да шыға ма? Мысалы дейік, ол бір 7-те шығады дейді да, яғни жұмысына кірісіп, мешітке келіп, халықпен араласып, жаңа государственные дела дейміз ғой, жаңағы тірлікті жасай бастайды, бірақ оған дейін шықпайды дейді да. Өйткені басқа валилер болса, таң намазына келіп, мешітке келіп, уже содан басталып кетсе олардың движениялары, бұл Саид ибн Амирдің халықтың айтуы бойынша ол күн шыққаннан кейін ғана шығады дейді. Күн шыққаннан кейін ғана. Да, бұл дұрыс болмаған екен деп Хазірет Омар, тағы қандай шағымдарыңыз бар дейді. Сосын дейді, кешкі уақыттарда бұл дейді, кешкі уақыттарда вообще шықпайды дейді, мысалы. Вообще шықпайды. Постоянно кешке халыққа біреу келіп шақырып бір сөйлескісі келсе, енді кешке шығу оған не обязательно, но все равно енді халық талап етіп тұрғаннан кейін бір кездесіп сұрақтары бар шығар, мысалы ақшамнан кейін былайша айтқанда ол да шықпайды, халыққа шықпайды дейді. И сондай бір несі бар дейді. Одан кейін бір талып қалатын ауруы бар, өзі бір ауру, айына 1-2 рет талып қалады дейді, постоянно. Отырады да өзіне өзі талып қалады, короче. Ондай ауру әкім енді тоже не так уж дұрыс қой дегендей, дұрыс емес қой. Бізге бір дені сау әкім болса жақсы болатын еді дегендей. Тағы 4-шісі бар. 4-ші қалай еді жігіттер? Ұмытып отырмын. Жайды қате болса шеуін айтайық. Енді Хазірет Омар радиаллаху анху жаңағы шақырады Саид ибн Амирді. Саид ибн Амир, неге сен өйтесің дейді ғой. Сонда енді халық кешірсін, мен айтпайын деп едім. Енді рас сұрап отыр, енді айтуға тура келеді. Мен әйелім ауру дейді. Әйелім ауру. Ауру болғандықтан таңертең ерте тұрып, жаңағы киім, жаңағы әйелімнің қажеттіліктерін орындаймын, оған тамақ пісіріп беремін, бала-шағаға тамақ пісіремін. Яғни әйелім төсек тартып жатыр да, мысалы, тұра алмайды просто элементарно. Соны күтем таңертең, енді мен қалай шығып кетем дейді да, оның ихтияждары бар, осындай бар. Оны ешкімге айтпайды ол. Мен әкіммін ғой, маған бір көмекші беріңдер, 1-2 горничный алайын демейді ол. Мына бюджеттен бөліп, Алла сақтасын, қазіргі әкімдердің құлағы шуласын дейді ғой, Алла сақтасын. Бұл не үшін айтып отырмыз? Бұл адамдардың өмірін қиындату үшін емес. Ол бізге максимальный бір не керек та. Жаңағы боксерлардың Мұхаммед Алиге ұсыныс, оны бір образец алғандай, Тайсонда образец алғандай, солардың тренировкасын, солардың қиыншылықтарын тура сол секілді мұсылман болған адам, немесе әкім болған адам, осындай адамдардан үлгі алсын. Әйтпесе, бұл жарым-жапалақ мұсылмандық жарамайды ол, мысалы. Сол себептен мен дейді, далаға шыға алмаймын дейді, таңертең дейді. Күн шыққаннан кейін бірақ шығам, халық мені кешірсін. Бұл айып болса, онда не істеймін? Онда мені алыңыз орнымнан дегендей. Енді мен әйелім ауырып отыр, мен не істеймін оны? Тірілтіп алмаймын, тұрғызып алмаймын. Қолдан ондай тірлік келмейді, Алланың берген дерті. Әйелі ауырған адамдарға құлағына алтын сырға дейді ғой, бұл да бір жағынан. Екіншісі, бір айда бір рет 24 сағат үйінен вообще шықпайды деп айтады ғой, жаңа жауыл жасайды. Бір айда бір рет 24 сағат үйінен шықпайды екен, круглый сутка. Жаңа Саид ибн Амир бір облыстың әкімі. Енді Хазірет Омар сұрап жатыр ғой, неге
сен шықпайсың 24 сағат. Неужели 1 сағат таба алмайсың дегендей, халыққа шығуға, жұмысыңды атқаруға, то есть полный бір выходной есебі дегендей. Сонда айтқан екен, тағы да ешкімге айтпайын деп ем, енді тағы да пришлось айтуға. Мен бірақ көйлегім бар деген, үстінде киетін бірақ киімім бар деген екен. Іш киім болсын, сыртқы киім болсын, сол біреу ақ. Енді басқа сменный киім болмағандықтан менде дейді, бір ай бойы осы киіммен жүрем дейді. Олар кірлейді, терілейді. Солды бір айда бір рет полный стирка жасаймын дейді. Жаңағы іш киімім бар ма, сыртқы киімім бар ма, өзім стирать етем. Өйткені әйелім ауырып жатыр, әйелім стирать етілмейді, әйелім жуа алмайды. Өзім стирать етем дейді бұны. Полностью өзім жуамын дейді. Сосын соны кепкенін күтем, соған полный бір сутка уақыт кетеді жалпы. Киім жуу плюс жаңағы тамағы бар, тағы басқасы бар. Бұған да айып етпесін халықты дейді. Өйткені басқа киетін киім жоқ болғаны мен киімсіз көшеге шыға алмаймын ғой. Сол үшін үйде бары бір одеял бір нәрсені орап алып отырамын дейді. Сол үйден шықпаймын дейді. Үйде жүремін солай бір күн бойы. Деп Омар бұл кезде де разы болады. Кешкі уақыттарда ақшамнан кейін енді саған парыз емес әрине, бірақ все равно кісілер кеп өзінің бір проблемаларымен кеп тұрса, неге халыққа шықпайсың деген екен. Сол кезде айтқан екен, енді таңертеңнен кешке дейін халыққа уақыт бөліп жатырмын ғой. Мен кешкі уақыттарда Алламен бірге болам, Аллаға құлшылығым бар, жаңа намаздан бөлек зікірлерім бар дегендей, оқитын Құрандарым бар, басқасы бар. Мен осымен айналсам кешкі уақыттарда, полностью Аллаға беріліп, осы уақыттарда осылай айналсам деген екен. Ал енді неге талып қаласың сен? Аурусың ба? Может, емдейік сені дегендей айтқан екен. Неге сен талып қаласың? Айтты ғой, төртіншісі, айына бір-екі рет талып қалатын бар кәдімгідей. Құлап түседі, талады, көз аларып кетіп дегендей жаңағыдай қиналып, бір шоковый состояниеге, бір эпилепсия секілді, немесе одан да жаман. Ол ауру ма дейді? Жоқ, ол ауру емес дейді, негізі дейді. Енді не дейді ол? Мен мұсылман болмай тұрып, Хубайб деген сахабаны, пайғамбар радиаллаху анху, кәпірлер, жаңағы мушриктер өлтірген екен. Ана ортаға алып ап, бұл кезде мұсылмандар саны аз ғой, сол Меккеде. Кәдімгі найзамен түйрелеп, пышақтап, қайт дінінен деп, ол қайтпаймын деп, жаңағы ашхаду ан ла илаха иллаллах, ашхаду анна Мұхаммад расулуллах деп, сәлем айтындай пайғамбарымыз Мұхаммедке менен деп айғайлады дейді. Мен солай, мен Алланың жолында өліп бара жатқанда қуаныштымын деп, сол кезде соны көзіңше ол кезде мен жас жігітпін, әлі мұсылман да емеспін ол кезде, бірақ көргем дейді, соны көзбен көргем. Сол оқиға есіме түссе дейді, сол оқиға есіме түссе, Алладан қорқып, неге сол кезде сен көмектеспедің деп сұраса, сол оқиға ескенде зәрем ұшып, хотя ол кезде мұсылман емес қой, все равно дейді, сол есіме түскенде зәрем ұшып талып қалам деп айтады екен. Осыны көргенде талып қалам. Яғни, мұсылмандылыққа дейін, мысалы, кәмелет жасқа толмай тұрып адамда бір қателік күнәлар жасаса, мұсылмандылыққа дейін ол күнә жасаған жоқ қой, просто ол жаңа көмектесе алмады, ол көмектесем десе де көмектесе алмайтын еді, ол кезде ол жас бала, оны өлтіріп тастайтын еді бірге, во-первых, көрдіңіздер ме? Бірақ адам деген до того жаңа сахабалардың өзіне деген самокритикасы бар ғой, өзіне деген нелер, өзінің қателіктерін көру. Қазір современный небір коучтар бар ғана, бизнес-тренингтар нелер үйретеді ғой. Сонда бір кітап бар, от хорошего к великому деген. Ол енді бизнесқа байланысты айтып отыр ғой бұл кезде. Хороший враг великого дейді. Кім өзін, енді маған жетеді осы, осыншама жағдайым бар, ақшам бар деп ойлайтын болса дейді, ол ешқашанда великий болмайды дейді одан кейін. Ешқашанда ол дамымайды ары қарай, ақшасы көбеймейді, ол банкрот болып ықтимал. Негізі бұл дінге полностью келеді, пайғамбарымыз бұл туралы айтқан. Хороший враг великого, кім өзіне мен жақсымын, міне 5 уақыт намазым бар, Құдайға шүкір қажыға барып келдім, зекетімді беріп жатырмын, ораза ұстап жатырмын, артық не керек дегендей, почти что уже в раю. Алла сақтасын, бұл үлкен опасность. Адам всегда өткен шағын ойлап, күнәларын, қателіктерін еске алып, ешқашанда ұмытпау керек бұл нәрселерді, қорқып отыру керек постоянно. Бірақ қорқу деген бір фобияға айналып кетпеу керек бұл. Яғни бір үміт, Алла үміт, иншалла құтылам, иншалла жәннаттық болам, иншалла қиямет күні оң жақтан да дәптер берілер, бәлкім маған да. Сол үшін еңбек етесіз. Сол сіздің үмітіңіз сізді еңбекке мотивировать етеді, жақсы істерге мотивировать етеді. Ал енді жаңағы өткен шақтың күнәларыңызды еске алғанда, сізді бұл өткен шақта итак күнәлар былай жетеді.
зачем енді новый күнә жасап сізді күнә жасатпайды. Егер адам өткен күнәларын ұмытып кетсе, яғни кешірілді деп ойласа, Алла сақтасын, ол қайттан күнә жасау мүмкін. Өйткені амал дәптерін таптаза, күнә жағы енді бір-екі күнә ештеңе етпейді. Алла кешіреді ғой, Алла мейірімді ғой деп, Алла адам оны қайталауы мүмкін. Әрбір күнәда күфірлі кафаратын жол бар дейді. Бірақ жаңағы кісілер бір күнә емес нәрсенің өзін күнә деп ойлағандықтан, сахабалардың халі де қандай? Сибғатуллах дейді, Алланың бояуына боянған дейді. Полный жаңағындай. Айша анамыз радиаллаху анхадан сұрайды ғой, пайғамбарымыздың мінезі, өмірі қандай еді дегенде, сендер Құран оқымадыңдар ма? Дейді ғой. Ол живой Құран еді дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның өмірі ол живой Құран, сондай бір тірі Құран да. Енді қараңыз, енді сахабалар кімдер? Ол пайғамбарымыздың жанында жүрген адамдар, сол живой Құранның жанында жүрген адамдар, одан бір ықпал алған, естественно, олар басқаша болмайды. Енді көбісіз осы әңгімені сахабалар туралы тыңдап отырғанда біраз үмітсіздікке түсетін шығарсыздар, настроениялар түсіп қалатын шығар. Біз енді пайғамбар заманында өмір сүріп жатқан жоқпыз, сахабалардың заманында өмір сүріп жатқан жоқпыз. Әркім өзінің жаңағы самокритикамен өз-өзіне қараса, менде практически спасение жоқ дегенде, ертең мына халімізбен біз не боламыз деп ойлауларымыз мүмкін. Иншалла, осы сұхбаттың аяғында сіздерге де бір сүйінші бар, негізінде не переживайте. Бірақ біз енді жалғастыра берейік. Тағы бір сахаба, Ибн Джахш радиаллаху анху, Зейнет бин Джахш деген кісіні білесіздер ғой, мұсылмандардың анасы радиаллаху анха, Зейнет бин Джахш, Зейнеп. Сол Ибн Джахштан інісі ма, қарындасы ма, әлде әпкесі ма? Жаңа Ибн Джахш радиаллаху анху, аты қалай еді? Ибн Джахш, Абдулла ибн Джахш, аты Абдулла ибн Джахш. Амр ибн ал-Ас Ухуд соғысында, Ухуд соғысы бар ғой, Ухуд соғысында Ибн Джахш маған келді дейді, радиаллаху анху. Ибн Джахш келді дейді, келді айтты дейді. Яғни сахабалардың иманы жаңағыдай күмәнсіз де, абсолютно күмәнсіз, сондай иман дәрежесіне жетуге жазсын бізге де. Кеп айтты дейді, я Амр, дұға ет, давай, сен дұға ет, мен амин деп тұрайын дейді. Байқаңыздар ма? Дұғаның әдептері, дұғаның қабыл болудың условиялары көп деген бар ғой, кітаптарда жазылған, уағыздарда айтылған. Солардың біреуі пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтқан екен, күнәсіз ауызбен дұға етіңдер деп. Күнәсіз ауызбен. Мысалы, сіз өзіңізге дұға етіп отырсаңыз, өзіңізден әр нәрсеге, Алладан өзіңізге берекет сұрап, тура жол сұрап, күнәларыңыздың кешіруіңізді сұрап, тағы басқа бала-шаған амандығын, енді любой қайырлы нәрсені сұрап отырмыз ғой, мына 30 күн бойы, өмір бойы мұсылман болғаннан кейін сұрайды ғой осы нәрселерді. Бірақ ол қабыл бола ма, болмай ма? Өйткені Алла қабыл етсін әрине. Өйткені біздің күнәсіз ауызбен дұға етіңдер дегеніңіз, бұл ауыз күнә жасамасын, ғайбат айтпасын, бұл ауыз өтірік айтпасын ешқашанда. Бұл ауыз осылай істемесін, бұлай осылай істемесін, осылай істемесін. Тек қайырлы сөздер айтсын, бұл күнәсіз ауыз. Да мысалы. Кім айта алады менің аузым күнәсіз деп, менің тілім күнәсіз деп? Алла сақтасын, тазартсын бізді күнәдан. Сол кезде жаңағы енді бұл күнәсіз ауызбен дұға етіңдер деген, мұсылмандар бір-бірлеріңізге дұға етіңдер деген сөз. Сіз маған дұға етсеңіз, мен сіздің аузыңызбен күнә жасаған жоқпын. Сол үшін сіздің мен үшін жасаған дұғаңыз қабыл болу ықтималы өте жоғары. Мен сізге дұға етсем, сіз менің аузыммен күнә жасаған жоқсыз. Ол үшін де қабыл болу жоғары. Сол үшін жамағатпен дұға етудің де маңыздылығы осы негізінде. Бәлкім жамағаттың ішінде бір дұғасы қабыл болатын адам бар екен. Мысалы, жұмадан кейін имамдар дұға етіп отырады, общий, кейбірлері қол жаймай кетіп қалып жатады. Енді Алла хидаят берсін, олар уверен шығар ауыздары күнәсіз екеніне. Енді сондайға жеткізсін бізді де. Енді қараңыз, бірақ біреуінікі қабыл болса, онда бәрінікінде қабыл болуы мүмкін. Сөйтіп, Абдуллах ибн Джахш радиаллаху анху Амр ибн ал-Асқа келеді деді, сен дұға ет, мен амин деп тұрайын. Күмән жоқ, что осындай дұғалар қабыл болатынына. Демек, пайғамбар сөйтіп айтты ма? Демек, солай болады. Садақа Расулаллах саллаллаху алейхи вассалам. Сөйтіп Амр ибн ал-Ас мен дұға еттім дейді, я Алла, осы соғыста, Ухуд соғысында маған бір үлкен, здоровый жаңағыдай, батыр нені кездестір кәпірді. Сонымен соғысайын.
сонымен жихад жасайын, былайша айтқанда Алланың жолында. Сосын оны жеңейін, мен өлтірейін. Сөйтіп осындай бір неге ие болайын. Бір атаққа ма. Енді оңай емес қой, бір ең мощнейший, самый бір крутой дұшпанның, былайша айтқанда сильнейшийін жеңу деген ол қанша мұсылмандарға көмек, өйткені ол көп зиян келтіреді. Абдулла ибн Жахш амин деп тұрды дейді. Сосын ол дұға етті дейді. Ол дұға етті. Мен де амин деп тұрдым, ол былай етті дейді дұғаны. Я Алла, маған да тура жаңағы Амр ибн Асқа кездестіргендей сондай бір дұшпанды кездестір. Өте күшті әлді дұшпан болсын. Өте батыр дұшпан болсын. Сөйтіп, мен соқсайын. Ол мені өлтірсін дейді. Ол мені өлтірсін. Ол өлтірген азы болғандай, ол мені құлағымды кесіп алсын, көзімді ойып алсын, тілімді кесіп алсын, осылай істесін дейді, өлгеннен кейін дейді. Амр ибн Асад мен амин деп тұрдым дейді. Сосын қиямет күні сен менен сұрайсың дейді. Я Абдулла, қайда сенің көзің, қайда сенің құлағың, қайда сенің тілің деп сұрағанда мен айтам дейді. Екі түрлі версия бар. Біреуінде айтам, мен былай айтам дейді, біреуінде. Я Алла, бұл көзімді, құлағымды, тілімді, тағы басқа мүшелерімді сенің жолында пида еттім. Сенің жолында деп айтам дейді. Бір риwаятта айтылады. Я Алла, мен бұл көзбен, бұл құлақпен, бұл тілмен мұсылман болмай тұрып, қаншама күнә жасадым. Сенің алдына келуге ұялдым мен осы мүшелерменен. Сол мүшемді ана дүниеде тастап кеттім деп айтам дейді. Мен амин дедім дейді. Енді қараңыз. Соғыс басталып кетті. Соғыс бітті. Кейінен Ухуд. Біраз сол кезде білесіздер, 70 мұсылман шахид болды. Соның ішінде Мусхаб бин Умейр радиаллаху шахид болып кетті. Ең алғашқы Мединаға барған сахаба. Соның ішінде Хамза радиаллаху шахид болып кетті, білесіздер. Талай сахабалар, соның ішінде жаңағы Абдуллах ибн Жахш та шахид болып кетті. Енді Амр ибн Алас айтады, мен қалай дұға еттім дейді, тура солай болды дейді. Один в один. Маған жаңағы кәпірдің ең күштілерінің біреуі келді дейді. Сонымен соғысуға тура келді дейді. Біраз белдесіп, біраз алысып, әзер дегенде бірақ жеңдім дейді. Действительно жеңдім. Аллах қабыл етті дұғамды дейді. Кейіннен енді соғыстан кейін өлгендерді санаймыз ғой дейді. Өлгендерді қараймыз ғой дейді. Қарасақ, Абдуллах ибн Жахш жатыр дейді. Өліп жатыр дейді. Денесі пәрша-пәрша болған, көзін ойып алған, құлағын кесіп алған, тілін кесіп алған, ернін кесіп алған, осындай халде екен дейді. Қалай? Дұғасы қабыл болды да. Максимально. Еш күмәнсіз. Мысалы көрдіңіздер ме? Сахабалар қайсысын алсаңыз да сондай да. Бұлар разы осындай лишенияларға, осындай қиыншылар. Ораза ұстау керек пе? Проблема жоқ. Нәпіл ораза ма? Проблема жоқ. Мысалы, Абу Хурайра радиаллаху білесіздер. Оны да Омардың заманында Йеменге әкім қылып жібереді. Абу Хурайра радиаллаху. Бір күні Абу Хурайра қаланың сыртында жаяу келе жатса, бір кісі, енді средний бір сол қаланың тұрғыны, сол Йеменнің тұрғыны, орманнан ағаш жарып, ағаш бұтап, енді үйіне ағаш жағу керек қой, қыста да бәрі суық болады ғой. Қандай ыстық жақ болғанымен қысқы уақытта суық болады. Бәрі үйге от жағу керек та. Сол отын әкеле жатады арқалап, жаңағы кісі енді бай кісі емес такой. Енді бай болса аты болатын еді ғой, ат арбасы болатын еді, есегі болатын еді, түйесі болатын еді. Демек өзі арқалап тасып жүр екен. Демек ол кісі ондай көлігі жоқ адам болса керек. Тірлік жасап жүрген. Қараса бір кісі келе жатыр дейді, бір кедей өзіне қараған, енді киіміне қарайды ғой, киіміне қарайды, халіне қарайды, арықтығына қарайды, одан да арық, одан да жұпыны киінген. Демек бұл менден де кедей, өзі шаршап келе жатыр ғой, мынаны грузить етіп жүрсем қазір, сосын ақшасын төлесем, бұл келісер дейді. Бәлеше бер кел дейді, шақырып алады да, мына жүкті арқалап біз үйге дейін апарып тасташы, мен саған сосын бір тиын терем берем дейді ғой. Ол үндемей арқасына артып алады. Келе жатса, нөкерлер, халифаның көмекшілер бар ғой, министрлер, уәзірлер іздеп келе жатыр екен әміршіні, сол кездегі әкімді. О, Амир әл-Муъминин, мен сол кездің мұсылмандардың әміршісі деп жаңағы Абу Хурайра радиаллаху. Сөйтсе ол жаңағы жүкті артып қойған адам, ана кісі Абу Хурайра екен. Абу Хурайраның алдына келіп сәлем беріп неткенде, таң қалып, сас қалақтап енді әкімнің мойнын жүк артып қою деген масқара ғой. Енді ол заманда билбордтар жоқ, реклама жоқ, предвыборный компаниялар болмайды, сүйреті ешкім танымайды да, әкімнің түрі қандай екен. Атын білгенімен. Атын бәрі біледі Абу Хурайраны, бірақ түрін танымайды.
Анау таң қалып кешірім сұрап, Абу Хурайра, я амир аль-муъминин, кешіріңіз, мен сізді танымай қалдым, сізге жүк артық қойғанымызға кешіріңіз дегенде, Абу Хурайра айтады да, не дейді? Жоқ, дұрыс қой дейді, мен халықтың қызметкерімін ғой. Ана слуга народа дейді ғой. Слуги народа дейді ғой, әкімдер, патшалар. Кімдер олар? Слуги народа. Халыққа қызмет етеді, халықтың слугалары, былайша айтқанда. Біреу айтыпты ғой, почему слуги лучше живут, чем хозяева дегендей. Жарайды. Енді Абу Хурайраны қараңыз, слуга народа. Сол айтады да, мен слуга народа. Мен халықтың қызметкерімін, сен кешірім сұрамай-ақ қой, жүк артық қойғанда дұрыс, мен саған көмектесуім керек қой. Значит, мен виноватпын, сен жаяу жүріп, бейшара, сенде бір есек болмағанына, сенде бір түйе болмағанына, жүгінді жаңағы нені тасуға мен виноватпын демек. Демек сен маған жүк артық қойсаң, ол дұрыс болады депті. Міне көрдіңіздер ме, бұл сахабалар, көрдіңіздер ме? Сахабалардың әрқайсысы жұлдыздар. Білесіздер, қазақта үлкен әулиелер туралы әңгіме көп, білесіздер ғой, Түркия оқығандар да білет, Өзбекстанда тұрғандар да білет. Орта Азия жалпы әулие аңызға толы. Енді Шах Нақшбенди, Абдул-Кадыр Гейлани, Ходжа Ахмет Ясауи, Пір Бекет, жаңағындай Уфтада хазіретлері Түркияда, Ходжа Байрам Вали, Ақшамсуддин Вали, Бәленші Вали, Бәленші әулие, Бәленші мыңдаған әулие, тіпті айтады ғой, Сайрамда сансыз бап, Түркістанда түмен бап, баптың бабын сұрасам, арыстан бап дейді ғой. Yani бұлардың барлықтарының кереметтері бар да, чудеса дейді ғой, білесіздер ме? Абдул-Кадыр Гейланидің тауықты жеп атып тірілтіп жіберуі, бізде де қазақта айтады ғой, бұрын ескі молдалар болатын, суды теріс ағызатын деп, қазіргі молдалар қайда кетті дегендей. Сондай молдалар жындарды бағындырып алатын, ковер самолет жаңағындай кете береді. Неше түрлі чудесалар, кереметтер дейді, дінімізде керемет. Бұл керемет мүмкін нәрселер. Негізі Алла қаласа істейді. Ол пір бекеттерін, жаңағы Машһүр Жүсіптерін, жаңағы Ходжа Ахмет Ясауилерін, Алла сақтасын, олар үлкен әулиелер. Олар туралы айтылып жатқан жаңағы кереметтер айтылса, рас, ол өтірік емес, ол сказка емес, мен сіздерге айтайын. Өйткені Алла берген оларға ол кереметтер. Не үшін берген? Чтоб адамдарды интересін сол адамдарға байлау үшін, дін исламды тарату үшін, ислам дінін басқа діндерге қарағанда үстемдігін көрсету үшін, мұсылман дінінің менсуптары, яғни мұсылман дінінің ғалымдары, мұсылман дінінің тақуалары осындай йога индийский неше түрлі гурулар бар ғой, далада қалады олардың жанында. Имам Раббаниларын Индияда сондай кереметтер көрсеткен, что бүкіл Индияның сол кездегі йогтары мен небір гурулары, небір летайт етіп жүрген, мен білмеймін не істеп жүрген, бәрі Имам Раббаниға шәкірт болып кетіп, бүгін Индияда 400 миллион мұсылман бар. Мен Пакистанмен бірге санап отырмын. Өйткені Пакистанда ол Индия. Солардың сондай мұсылмандыққа кіруге себеп беріп болған кімдер? Имам Раббани секілді үлкен әулиелер сол Индияда болсын, Орта Азияда болсын, Африкада да болсын, қызмет еткен заманында осындай. Бірақ кейбір мұсылмандар айтады, сахабаларда болмаған кереметтер, сахабалар ондай кереметтер көрсетпеген. Енді естіңіздер ме? Абу Хурайра суды теріс ағызған, ұшқан Абу Хурайра, немесе тағы бір чудеса жасаған. Естіңіздер ме? Хазірет Омар осындай бір чудесалар жасаған. Естіңіздер ме любой сахабалар туралы? Бірақ кейінгі мұсылмандарда, кейінгі бір 100 жылдан кейін, 200 жылдан кейін осындайлар көп шығып, чудесалар пайда бола бастады. Демек, бұл дұрыс емес деген әңгіме шығып қалды кейбіреулерде. Ол дұрыс негізінде. Ол сахабалардың дәрежесін көрсетеді. Бұлардың керемет көрсетуі сахабалардан үлкен деген сөз емес, Алла сақтасын, немесе сахабалармен бірдей. Наоборот, бұлардың сахабадан төмен екенін көрсетеді. Неге? Сол кезде мұсылмандар о дәрежеде бұзылған. Чтоб мұсылмандылықты дәлелдеу үшін, мұсылмандылықтың хақтың екенін түсіндіру үшін бір чудеса көрсету керек болды да. Әйтпесе адамдарға қарап, уже дін қабылдау қиын болатын еді. Алла сақтасын, қазіргі заманғы мұсылмандарға қарап, адамдар діннен безіп жатса, дін қабылдаған былай тұрсын. Көрді, діннен безіп жатыр. Сахабалар, пайғамбар саллаллаху алейхи айтқандай, менің сахабаларым жұлдыздар секілді, әрқайсының соңынан ересіңдер. Олардың таңертеңнен кешке дейін өмірлері, олардың семьядағы қарым-қатынасы, олардың бала шағасымен, әйелдерімен қарым-қатынасы, жаңағы әйелі ауырып жатқан Саид ибн Амирдің бір әкім бола тұрып, жаңа бүкіл әйелінің ихтияждарын
айырылысып кетпей, Алла сақтасын, или біреуді жалдамай бюджеттің ақшасына, жоқ, өзі киімін жуып, өзі оны жуындырып, өзі бүкіл оның ихтияждарын, мұқтаждықтарын қамтамасыз еткен адам әкім бола тұра. Абу Хурайраларын жүк артық қойғанда айтпаған, сен ты на кого тут прешь дегендей, сен күлесің бе мен кім екенін, мен сені түрмеде шірітемін, сволочь. Алдында экскорт жүріп, атқалай полициялар разгонять етіп халықты үйтіп істемеген олар. Омар радиаллаху бүкіл исламның халифасы болып тұрып, далада ұйықтаған, басына тас жатып. Византияның әкімі келгенде шок болған ғой, Византияның посол келгенде сендердің халифаларын қайда дегенде ол елестетіп келе жатқан ғой, Персияның патшалары секілді пілдерде бір сарайда хрустальный отыратын шығар десе, қара топырақта әлемнің бүкіл әлемге үлгі болып келген пайғамбар Мұхаммед саллаллаху алейхи вассаламның мысалы халифасы жерде жатыр. Міне олардың кереметтері ақыретті бұл дүниеден жоғары қою, олардың кереметтері Алланы тану, сондықтан бұл дүниеге тиісті дәреже беру, бұл дүниеден де махрұм қалған жоқ негізінде. Енді бағана бір сүйініш туралы айттым ғой, пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтқан, ақыр заманға қарай, сахабаларым айтады да, менің бауырларым келеді. Тағы сондай бір топ мұсылмандары келеді. Тағы бір сондай топ. Мен білмеймін, оларды жақсы көрем бе әлде сендерді жақсы көрем бе сахабаларым дейді ғой. Өйткені дейді, олар мені көрмесе де, тура сендер секілді, тіпті кейбіреулері асып та кететіндей дәрежеде осындай мұсылмандар келеді. Демек, бізге де жол ашық. Өйткені сахабаларды ол дәрежеге көтерген естеріңізде болсын. Сіздер қазір ішіңізден, енді біз пайғамбардың жанында жүрген жоқпыз ғой, пайғамбарды көрмегеннен біз халім не болады? Жоқ, біз пайғамбардың жанында жүрген жоқпыз. Хазіреті Абу Бәкір айтқандай, кім пайғамбарға құлшылық жасаса білсін, пайғамбар Мұхаммед саллаллаху алейхи вассалам қайтыс болды, өлді. Кім Аллаға құлшылық жасаса білсін, Аллах мәңгі тірі, ешқашанда өлмейді. Қараңыздар, сахабаларды ол дәрежеге көтерген Алла тағала, естеріңізде болсын. Бірақ олар сондай болғысы келді, сол үшін дұға етті жаңағындай. Алла тағала ол кезде болған, қазір де бар, кейіннен де болады. Сіз де қаласаңыз, сіздер сол дәрежеге көтереді. Алла айтпайды, бүкіл тақуалықты, бүкіл салихлықты мен сахабаларға беріп қойыппын, кейінгі ұрпақтарға беріп қойыппын, сіздерге тек қана бір китайский тақуалық қалды, соны алыңдар демейді. Алланың құдіреті шексіз, сіздер сол дәрежеге жеткізе алады, никаких проблем, жеткізсін, иншаллах, хакики мұсылман болып өтуге нәсіп етсін. Ертең осы сахабаларды бізге жұлдыз қылып берген Алла тағала, пайғамбарымыз ұсынып кеткен, олардан үлгі алып, шынайы мұсылман болған нәсіп етсін. Субханака ла ғилма лана илля ма ғалламтана, иннака антал алимул хаким, алхамдулиллахи раббил аламин.